кім дейді, самсаның қатпарлы қамырын дайындай алмайтын болса, осы әдіспен жасасын дейді. Бұл оқтаусыз, жаймай-ақ, жазбай-ақ 5 минутта дайын болатын қатпарлы қамырдың жасалу әдісі. Бұнымен самса, пирог барлығын дайындауға болады. Салқын суға тұз, уксус, бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Ұнды столдың үстіне осылай төгіп аламыз. Сап-салқын сары майды күштен өткізіп, осылай ақырын араластырамыз. Және ұнымыздың ортасын ашып, жаңағы суымызды аз-аздан осылай құйып отырамыз. Құйған сайын қамырды осылай жауып отырамыз. Бұл қатпарлы қамырдың сыры осында. Қамырды қолмен басып елемейсіз, тек су құйған сайын ақырын ғана осылай үст-үстінен жауып отырамыз. Егер су жеткілікті болса, барлығын құймай-ақ қойсаңыздар болады әрине. Соңында осылай киім секілді үст-үстінен бүктейміз және қапшыққа салып, қатқанша тоңазытқышқа жібереміз. Бұл самсаның қамырының сыры осында. Толық қатқан соң алып шығып ертіп, кез келген пішінде самса немесе пирог дайындай берсеңіздер болады. Әрине мен ортасына тауық етін салып, осындай дөңгелек 3 бұрышты самсалар дайындап, қызып тұрған пеште 45 минуттай пісіріп алдым 180 градуста. Самсаларым піскенше өзімнің сүйікті Вета премиум опа қара шайын демдеп қоямын. Красительсіз, қоспасыз, нағыз цейлон шайы. Ал бізге ас болсын.